Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге араб халқының ұлттық тағамы маклюбе дайындап көрсетемін. Алдымен каналға жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сонымен біз бастаймыз. Қызып тұрған табаға майымызды құйып, картошка мен сәбіздерімізді қызарғанша қуырып аламыз. Енді дәл осы майымызда етімізді қуырып аламыз. Етімізге аздап су құйып, бұқтырып алып пісіретін боламыз. Алдымен кішкене қызартып қуырып, содан соң барып, аздап су құямыз. Және де қақпағын жауып, баяу отта 10-15 минуттай қайнатып аламыз. Барлық заттарымыз дайын болған соң, ендеше бөлек демдеуге арналған ыдысымызға алдымен етімізді, содан соң барып пиязымызды теріп аламыз, содан соң барып сәбіз және де қуырып алынған картошкамызды тереміз. Барлығы рет-ретімен теріп болған соң, жуып алынған күрішімізді саламыз. Күрішке арнайы су дайындап аламыз. Қайнап тұрған суымызға 1 шай қасық тұз және де жарты шай қасық куркума саламыз. Барлығын араластырып, күрішіміздің үстінен құйып аламыз. Күріштің бетіне суы кішкене шығып тұруы қажет. Сол кезде күрішіміз жұп-жұмсақ болып піседі. Егерде әзірлеп алған суыңыз кішкене аздау болса, үстінен қайнап тұрған суды қосып жіберуіңізге болады. Күріштің суы тартылған соң, астына баяу қойып, бетін жауып 30 минуттай демдеп қоямыз. Тамағымыз дайын. Ендеше тиктокта хит болған әдіспен тамағымызды төңкеріп, дәл осылай қасықпен ұрғылаймыз. Бұл тағамды дастарханға айран және де қалаған өзіңіз ұнатқан салат түрімен ұсынамыз. Дәл осылай легеніміздің жанына салат және де айран құйып столға тартатын боламыз. Сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып қолдап кетіңіздер.